Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, ал енді бастайық. Саске өз командасымен Итачиді тауып алады, бірақ Итачи мен Кисаме әдейі өздерінің іздерін жасырмай, Саске мен оның командасына оларды табуға мүмкіндік берді. Кисаме бейтаныс қала ішінде Джуго, Карин және Суйгетсуды Саскеге қарай жібермей тұрды. Кисаме мен Суйгетсу кішігірім шайқасқа түсті, себебі Суйгетсу барлық жеті тұмандық қылышты өзіне алғысы келген еді. Итачи мен Саске үлкен ғимараттың үлкен залында жалғыз қалған соң төбелес басталып кетті. Саске жылдамдық жағынан Итачимен теңесті, оның соққылары Итачидікінен 2 есе ауыр болды. Себебі Саске қарғыс мөрінен өзіне Сенин модын жасап алған болатын. Оның чакра көлемі 2 есеге ұлғайып, ол керемет сенсорға айналды және оның регенерациясы өте жоғары деңгейде еді. Сол үшін Итачи тайджутсу арқылы төбелескенді доғарып Саскені Цукиомиге түсірді. Дегенмен Саске өз жыландары және шаринганы арқылы гензюцудан 3-4 рет шығып кетті. Итачи Саскеге қарсы барын салуға тырысты және сол кезде оның фанаттары оны тым мақтап жібергенін байқады. Дегенмен әрине тактика, стратегия, интеллект, соғыс тәжірибесі жағынан Итачи Саскеден бірнеше бас жоғары еді. Ал Саске болса физика, денсаулық, чакра мен сенсорлық қабілеттер жағынан басымдылық танытты. Сол кезде Итачи Саскенің күш жағынан да, адам ретінде де есейгенін байқап, оған өзі туралы Учиха әулеті жайлы бар шындықты Саскеге гензюцу арқылы көрсетті. Соны көрген Саскенің көзінен еріксіз жас ақты. Неге Итачи? Неге маған бар шындықты о баста-ақ айтпадың? Неге мені өзіңмен бірге ала кетпедің? Сонда мен сенімен бірге болып, осы уақытқа дейін сені соншалықты жек көрмес едім ғой. Кешір Саске, сол кездері мен осы шешім дұрыс деп есептедім, ал артынан бәрін түзеуге тым кеш болып кетті деп ойладым. Саске, сен менің кінәларымды арқалағаныңды қаламаймын. Сен енді мені тастап, өз бетіңше өмір сүруің керек. Итачи, сен жайлы бар шындықты білгеннен кейін сені тастап кете алмаймын. Сен менің және бүкіл ауылдың қарғысын өз мойныңмен көтердің, ал мен ақмақ сияқты сенен кек алу жайлы ойлап жүре беріппін. Сен оны қаламасаң да, енді мен сенімен қалып, екеуміз осы тағдыр тәлкегін бірге арқалаймыз. Және сол кезде Саскеде Мангекё шаринган ашылды. Саскенің Итачиге деген кегі жоғалып, ол енді оған кешіріммен қарады. Осылайша екі ағайынды Учиха қайта қауышып, Итачи Саскені Пейнге таныстырып, оны Акацкиге қосу жайлы өтініш білдіргісі келді. Алайда сол кезде жасырын жаңбыр ауылында бетіне бетперде киіп өзін Учиха Мадарамын деп таныстырған адам Итачиларды күтіп, Пейн мен Кононға шабуыл жасады. Итачи, Кисаме, Учиха Мадара, яғни Обито, Зетсу, Саске, Карин, Джуго, Суйгетсу, Пейн мен Кононға жабылды. Итачи мен Саскенің отряды Пейн мен Кононға жабылғысы келмесе де, Мадараның сес көрсетуінен кейін олар сол іске кірісті. Пейн бірден Зетсуды өлтіріп жіберіп, оны Риннеган арқылы тірілтті де, Зетсу енді Мадараларға қарсы шайқаса бастады. Кариннің нинзя медик екенін байқаған Пейн оны Баншо Теннин арқылы өзіне жақындатып, Куройбомен өлтірді де, Зетсуды тірілткендей тірілтіп алды. Каринді Пейн Конанды емдеп отыру үшін пайдаланды. 2 сағаттан соң Конан Джуго мен Суйгетсуны өлтіріп тастады. Пейн болса Кисамені өлтіріп оны да тірілтті. Саске, Итачи және бетперделі Мадара Пейнді әбден қинаған еді. Алайда сол кезде Пейн Чибаку Тенсей арқылы осы үшеуін бірден өлтірмек болды. Чибаку Тенсей, ауырсынуды сезініңдер, Индраның ұрпақтары, деді Пейн. Бұл техниканың кемшілігі менің тірі болғаным, деп Итачи Изанагиді іске қосты. Не? Итачи Изанаги қолданайын деді ме? Ол қазір Изанаги қолданса, өз көздерін Саскемен алмастыра алмайды және өліп кетуі де мүмкін, деді бетперделі Мадара. Итачи Изанаги жасау арқылы өз өмірін құрбан ете отырып, Саске мен Мадараны құтқарып қалды. Өлер алдында ол Саскеге Шисуидің көзін қарға ретінде тастап кетті. Саске, егер мені шын сыйласаң, Каноханы өле-өлгенше қорғап өт, бұл сенің жаман ағаңның соңғы өсиеті, деп Итачи жан тапсырды. Жоқ, Итачи, жоқ, неге мен бар шындықты біліп сені кешіргенде сен мені тағы да тастап кетудесің? Неге? Саскенің көзінен тағы да жас ақты. Ол енді Пейнді қатты өлтіргісі келді. Пейн Итачидің денесін алғанша, Итачи өзін Аматерацумен өртеп жіберді.
және сол кезде Мадара мен Саске Пейннің құпиясын біліп қойып оны іздеуге кірісті. Нагато болса Пейн техникасын тоқтатып Кононның қағаз клоны арқылы шайқас алаңына өзі келді де қолдарымен печать жасау арқылы табиғи чакраны өз чакрасына айналдырып өзін жасартып алды. Солай ол Мадараны 2 рет өлтірді, алайда Мадара Изанаги арқылы өзін 2 рет құтқарып қалды. 3-ші рет олай болмайтынын түсінген Мадара өзін құрбан етіп өз орнына шынайы Учиха Мадараны тірілтті. Соғыс алаңында шынайы Мадара кәрі көздері жоқ адам ретінде пайда болды. Өтірік Мадара ол Учиха Обито болып шықты. Оны кәрі Мадара Нагатоға өзі айтып берді және мәңгілік Цукиоми жоспарын іске асыратын кез келгенін де айтты. Ешқандай да әлемді өзгертетін құйрықтылар қаруы болмайды, тек қана мәңгілік Цукиоми, тек қана хардкор, деді Мадара. Рикуды сеннен ұрпағы ретінде мен сені өлім арқылы жазалаймын және өлер алдында сен өмірдің барлық ауыртпалығын сезінесің, деді Пейн. Шын мәнісінде бұл көздер менікі, балақай Нагато, оларды саған мен бергенмін, деді Мадара. Бұл көздер маған берілген құдайдың сыйы, Шинра Тенсей, деді Нагато. Мадара мен Саске қосылып Нагато мен оның қасына келген Кононға қарсы шайқасты. Мадара Нагато мен Кононды өлтіріп Нагатодан Риндегандарды алды және Саске өз Мангекёсын дұрыс қолдана алмаған соң және оны 5-6 сағат үзбей қолданған соң ол соқыр болуға сәл-ақ қалған еді. Сол үшін Саске Мадара оған өзіне қосыл деген кезде өзінің тым әлсіреп қалғанын түсініп, онымен бірігуге келісті. Нагато болса өлер алдында Зетсу мен Кисамеге шегініңдер және басқа Акацукилермен қосылыңдар деген бұйрық берді. Екеуміз бір әулеттен болған соң мен сені өлтірмеймін, ал енді маған қазір әлемде не болып жатқаны жайлы айтып берші. Менің көздерім қолдануға дайын болуы үшін 1 аптадай уақыт керек. Сол үшін асықпай бастай берсең болады, деді Мадара. Жарайды, тыңда Учиха Мадара, деп Саске өз әңгімесін бастады. Бұл шайқас басталмай тұрып Какузу мен Хидан бұл тауылына 8 құйрықтыны ұстауға аттанған еді. Алайда сәл кейінірек оларды бүкіл бұл тауылы қарсы алып, олар шегінуге мәжбүр болды. Ал Дейдара мен Сасори 5 құйрықтыны ұстап әкелген еді. Дейдара мен Сасори базаға жеткенде олардан бұрын келген Кисаме мен Зетсу оларға бар жайтты айтып берді. Кисаме Пейннің оны тірілткені үшін оның соңғы өсиетін орындайтынын алға тартып, өзін Акацуки лидері ретінде ұсынады. Сасори мен Дейдара бұл ұсынысты қабылдайды. Барлық Акацуки мүшелері жиналған соң Акацукиге жаңа шинобилерді тартып, тез арада барлық бейджуларды ұстау керек деген шешім қабылданды. Акацукиге мүшелікке Гелел тасының күшіне ие Темудзин және жасырын шөп ауылындағы белді шиноби Муи қосылды. Сол уақыттарда Райкаге Гокаге жиналысын өткізіп Акацукидің көзін бір жолата құрту керек деген шешімге келді. Солайша шинобилер альянсы құрылып, оның мақсаттары мынадай еді. 5 ұлы нация Акацуки жайлы жинаған мәліметтермен бір-бірімен бөліседі. 5 ұлы нациялардың анбулары бірігіп Акацуки базасын табады және анбулар барлау шайқасын ұйымдастырады. Барлау шайқасы біткен соң 5 Каге бастаған 5 ірі ауылдың ең мықты шинобилерінен тұратын 2000 адамнан тұратын отряд Акацукиді шабуылдың астына алады. Егер сонда да Акацуки жеңілмей жатса, онда 3000 адамнан тұратын Мифуне бастаған самурайлар корпусы әлсіреген Акацукиді ет турағандай турап тастауы керек еді. 1 ай уақыт өткен соң Арачимару базасында. Барлығы дайын ба, Кабуто? Менің жаңа денем енді толыққанды менікі болды. Енді мен дайынмын. Жарайды, онда ертең таңертең операцияны бастаймыз, деді Арачимару. Бәрі дайын, Арачимару-сама. Бәрі дәл сіз ойлағандай болды, деді Кабуто. Осы 1 ай уақыт ішінде Мадара өзін жасартып алды. Ал Сенин модын Шаринганмен ұштастырған Саске өз көздерін қалпына келтіріп, енді Мангекё Шаринганды әлде қайда жақсырақ және ұзағырақ қолдана алуды үйренді. Акацуки болса 2 үлкен топқа бөлініп, Какузу, Хидан, Муи және Темудзин 6 құйрықтыны, ал Кисаме, Зетсу, Аманай, Сасори және Дейдара 7 құйрықтыны ұстаған болатын Акацуки базасында. Неге сен Пейн, яғни Нагатоның бағытын таңдадың, Кисаме? Сен бетперделі Мадара жасырын Акацуки мүшесі екенін білдің ғой, деп сұрады Аманай. Я, бетперделі Мадара Учиха Обито болып шықты, ал Пейн шын мәнісінде Нагато Узумаки деген адам екен. Ол екеуі де мені алдады. Алайда мені өлтірген Нагато мені қайта тірілтіп, егер мен осы шайқаста
оған жеңуге көмектессем, ол мені бостандыққа жіберетінін айтты. Обито мені тек пайдаланса, Нагато ақыр соңында маған өз тағдырымды өзім шешуіме болатынын жеткізген еді. Осыдан ақ кімнің кім екенін аңғаруға болады. Сол үшін мен Нагато жағын таңдадым, деді Кисаме. Бірақ неге жасырынып жүрген Обито кенеттен өзін Итачи мен Саскеге көрсетіп, бәріңді асығыстықта жаңбыр еліне алып кетті. Ол неге Пейнді өлтіргісі келген екен, деді Аманай. Пейн Мадараны бұрын да аса тыңдамай, көбінесе тек оның кеңестеріне құлақ асатын. Ол мәңгілік Цукиоми жайлы тіпті жақ ашпайтын. Оның өз жоспары болды, және ол соған кәміл сенген болатын. Меніңше, Обито бір нәрсені сезді, және сол нәрсеге қатысты Нагато онымен келіспей қалуы мүмкін деп, оны бірден құртқысы келді. Ал ол нәрсенің не екенін мен тіпті білмеймін де, деді Кисаме. Өте сақ болғанымыз дұрыс, деді Аманай. Сол уақыттарда Джирайя Пейнді өлтіру үшін жасырын жаңбыр ауылына барады. Алайда жасырын жаңбыр ауылының шинобилері Пейн мен Конанның өлі денелерін тауып, бар шындыққа қол жеткізген соң, жасырын жаңбыр елінде әдеттегідей азаматтық соғыс басталады. Жергілікті тұрғындардан бар шындықты естіген Джирайя артынан Нагато, Яхико және Конанның өлі денелерін көріп, олардың біршама уақыт қанды Акацки мүшелері болғандығын түсініп, өзін кінәлайды. Ол Канохаға жаман көңіл күйде оралып, Цунадеге сол ақпаратты жеткізеді. Цунаде болса, сол ақпаратты шиноби құстары арқылы бүкіл альянсқа хабарлайды.